Сіздермен жүз бет-бет көрісіп отқанымыз қуаныштымыз. Қадірменді көрермендер, мынау өзімді таныстыра кетейін, сақалды бала қай бала демеңіздер. Театр және кино актеріміз. Сіздер көрген Оян қазақ деген фильмді көрсеңіздер, Міржаққа қарсы шығатын жаман адам рөлін сомдаймын. Сақалым жоқ, ол кезде мұртым ғана бар, көбіңіз танымайсыздар. Енді өмірде жақсы адамбыз. Сосын Әлкей Марғұлан туралы фильм бар, Даладан ұшпан деген. Қазақтың мынау жердің қойнауында жатқан үлкен қазынасын ғылым бетіне түсірген, кітап жазған қазақтың ең алғашқы археологтарының бірі. Сол жерде Даладан ұшпан деген фильмде ал серия. Сол жерде Олжабай батырдың рөлін сомдаймын. Ол мынау Биғаз Дәндібай деген Әлкей Марғұлан бабамыз ашқан, өзінің сол жерде жұртына барып түсірген. Сосын Абай жолы деген фильм бар. Абайдың 175-ін арнап түсірген, Семейде түсірілген 6 серия фильм. Сол жерде қазақтың ең алғашқы банкирі, экономист Анияр деген жігіттерін сомдаймыз. Сол Абай бабамыздың үйі сол жерде тұр. Қазақтың мақтылығы сода шығады. Сол 2 этаж ағаш үйді татар көпесінен 255-ті атқа сатып алған екен. Сол Анияр деген жаңағы мықты банкир жігітті сол үйге отырғызып, өз ауылынан сол Семейге келгенде айлап сол жатады деді. Сосын Қорқыт деген фильм бар. Қазақстан, Түркия, Өзбекстан бірігіп түсірген. Сол жерде бір батыр рөлін сомдаймыз, сарбаз бастығы. Сосын Көшмендерден киноны көрдіңіздер ғой, Кашели. Соның ең соңында атпен шауып өтіп көрдім мен. Әзіл десе де, театр және кино актеріміз бүгінгі мерекелік кешке қош келіпсіздер. Жалпы өнер адамы үшін киелі сахнада өзіміз театрда істегеннен кейін 5 адам болса да, 10 адам болса да біздің міндетіміз деп білеміз ағайын. Сол үшін патша көңілдеріңізбен келіп, қол соғып, қошамет деп отырғандарыңызға Алла риза болсын. Ризашылығымызды білдіреміз. Енді келесі рет тамаша әншіні ортаға шақырайық. Мынау опера классикалық ән дейміз ғой. Соны және эстрадалық ән бағытының шебері, әнші, халықаралық ән байқауларының жеңімпазы Айнұр Қасимоллақызы. Қол соғып қошеметтеңіздер.
кеш, құрметті көрермендеріміз. Концертімізге қош келдіңіздер. Сіздерге жаңа орындап кеткен әнім «Ақ қарда тұрған ақ қайың» жалғасты өздеріңізге орындалатын ән «Халық әні Ахау Керім». Бірге орындап отырайық. Жалғасты тағы да Латип Хамидидің әні «Бұлбұл» қабыл алыңыздар. Aynı
сіздермен бізді осы ортада жолықтырып отырып, денсаулықтың арқасы, барлығымыз деніміз сау болсын деп отырып, ден сау болса болғандай деген әнді сіздерге орындап бергім келіп отыр. Билеп отырыңыздар. Дендеріңіз сау болсын, аман болайық. Бәрекелді, қол салайық. Айнұр Жүмесекшін айдай тұрыңыз. Иә, рахмет. Қандай дауыс, иә, көрдіңіздер ғой. Қазір заң шықты ғой үкіметтен, фонограмманы айтуға болмайды деп. Мына кісілер бірден бастап кетіп жатыр. Құдайға шүкір, қол соғып қойыңыздар. Сіздерге мынау батса бұл күнді қалдырмайық деп, тірі дауыс айтып жатыр. Енді Айнұр Жүмесекшіміздің қасында жаңа айттық қой, жаңа әуен деген шығармашылық орталық, продюсерлік орталық құрған Ерболсын Нұрмұхан деген азамат бар. 25 жыл осы жаңа әуенге арнап келатыр, қаншама арғы беттегі Қытай еліндегі жұлдыздарды осы жұлдыз етіп дүниеге әкелді. Сонымен бірге қазақ елі менен Қытай қазақтарының арасында мәдени көпір болды. Осы жақтағы жұлдыздардың бәрі сол жаққа апарып, ақындардың қаншасы барды, ол жақтан осында келді. Бұл қазақтың бір-біріне деген мәдениетін, өнерінің алмасуы, практика бір-біріне деген сияқты үлкен биікке көтеріп жатқан сол продюсер ағамыздың да ән айтатын уақыты болып қалған шығар. Біздің сұрауымызбен сізде бір ауыз өлең айтыңыз. Жеңешемнің қасында жүргеніңізге қаншама жыл, жаңа әуенде қаншама жыл осы продюсер жүрсіз, сізде бір ауыз өлең айтыңыз деп ортаға шақырып жатырмыз. Бүгін кешіміздің басты кейіпкері продюсеріміз Ерболсын Нұрмұхан. Қош келдіңіз. Жақсы, рахмет. Аланда кеттік.
сеніммен танысқалы, теңізге телегей жол тартқан кемедей ойдақтық бізден де алыстады. Қуаныш көрген көзіңнен, өзіңмен жар құрбым қосылды тағдырым, қосылған қос өзен секілдені. Өзіңмен жар құрбым қосылды тағдырым, қосылған қос өзен секілдені. Достарсыз бұл күнде, күнде шүңгін күнде, досымыз көбейсін келе берсін. Жайнай бер жастанбай, мөлдір бол аспандай, кірлікте көңілдің терезесі. Қуаныш көрген көзіңнен, өзіңе жан құрбым қосылды тағдырым, қосылған қос өзен секілдені. Өзіңе жан құрбым қосылды тағдырым, қосылған қос өзен секілдені. Өзіңе жан құрбым қосылды тағдырым, қосылған қос өзен секілдені. Рахмет. Бүгін Бұланды ауданына келіп, сіздердің алдарыңызда осындай концерт беріп жатқандығымызға төтенше қуаныштамын. Мен атым Ербосын Нұрмұханұлы, жаңа біздің жүргізуші Мұратжан таныстырып жатыр ғой. Жаңаөзен концерттік ұжымын басқарғалы 25 жыл болды деп. Әрине, мен Қытай Халық Республикасында Жаңаөзен концерттік ұжымын басқарсам, қазір Астанада Қаз Саунд орталығын басқарам. Қазір елге Атажұртқа оралғаныма менің биыл 12-ші жыл болды. Сіздермен осындай концертте қауышқанымызға көп рахмет. Біз енді Бұланды ауданымен тығыз іскерлік қатынастамыз. Сіздердің осы аппараттарыңыз барлығы да осы біздің Қаз Саунд музык орталығының аппараттары, Зи Саунд көрсеңіздер. Әрине енді бұл аппараттардың сіздерге енді көріп отырсыздар. Барлығы да кез келген іс-шараға, кез келген осындай концерттердің қажетінен шығатындығын өздеріңіз көріп отырсыздар. Ал жақсы, рахмет онда сіздерге. Мен осы орайда өзім бір жақсы көріп айтатын бір әнім бар еді, соны сіздерге орындап берейін, қабыл алыңыздар енді. Шәмші Қалдаяқов Ақмаңдайлым. Ала
қорқамын ғой сенбесең көгім қайта шалқырайды айналдым ақ маңдайлым атылдым балтаңдайлым жанымда жас дәуренде ұялма жан сәулемде жақсылықтың жоқ сәулем ерте кеште жадырашы назданшы еркелеші айналдым ақ маңдайлым атылдым балтаңдайлым жанымда жас дәуренде ұялма жан сәулемде жақсылықтың жоқ сәулем ерте кеште жадырашы назданшы еркелеші жақсылықтың жоқ сәулем ерте кеште жадырашы назданшы еркелеші рахмет Ербосын Нұрмұхан, рахмет. Я Шәмшінің әнін айтып жатыр, жаңа бұл кісіні енді бір ауыз айтыңыз деп шақырып жатқан біз ғой. Шәмшінің әні керемет қой. Ананы білесіздер ғой, е? Анау қайықта деген әнді. Болсақ дағы жаңа таныс жүзек алғаш қайықта. Қайырмасына келіп ескегіңді берші маған, мен есейін сен еспе. Осыны тыңдап отырған бір атам айтады дейді. Мына тұқымың барған бе қыз қайтқызып отырған бе? Ескектені сұрап жатыр ғой деп айтады дейді. Мынау Алтайдың ар жағынан келген арау деген ән шықты ғой, е? Бүкіл Қазақстанға хит болды. Қытайдан келген журналист Амина Еркеш деген мықты журналист қызға арнап шығарған. Өзі әні мен сөзі, сосын орындаушысы Сәкен Қалмұл ағамыз. Сол алға шыққан кезде елдің бәрі жаттап жүр дейді. Бір жас жұбайға үйленген бір жігіт жаттап жүрді екен жаңағы жыл. Сосын ана бір жересе тұрмайды екен. Қасыңа бара алмадым, сездің бе жанарманым деген жер. Сосын соны түртіп қағазға жазып алады, жаттап жүріп, қалтаға сақ қояды екен. Сосын бір күні келіншегі жаңа костюмін киіп кетіп, шешіп кетіп қойған, ауыстырып күйеуі. Келіншегі пысық қой, жаңадан түскен, жуа қойын деп күйеуінің қалтасын ақтарып сөйтеді ғой костюм. Бір тілкіндей қағаз шыққан, алып қараса, қасыңа бара алмадым, сездің бе жанарманым деп тұр дейді, жылап енесіне барып та. Мына ұлыңыз біреуге хат жазып жүрген сияқты деп. Шешесі, енесі әкеш деп оқып көріп, қасыңа бара алмадым, сездің бе жанарманым, Құдай-ау келін неменеге қызғанасың, мұны әлі бармапты ғой деп айтады дейді. Енді әннің де әні бар ғой енді, қадірменді көрермендер, тағы да қош келіпсіздер. Жаңа ер ағамыз айтып жатыр, елге ел қосса құт, осы қазақ еліменің тәуелсіз жеріміз, дүниеде жалғыз мекеніміз осы Қазақстан. Қазақстанымыздың мінекей 35 жылдығына аяқ басып жатырмыз. Оған да шүкір. Тәуелсіз елде, тәуелсіз жерде, тәуелсіз ұл қыз өсіріп жатырмыз. Құдайға шүкір. Біраз мемлекеттердің тереземіз тең болып, өріміз биіктеп кеткен жайы бар. Алла осы қазағын тыныштық берсе, әрі үлкен ел санасатын державаға айналатынымыз сөзсіз. Өйткені қазақ дейтін халық бар, осындай керемет жері бар. Бұл жерден небір мықтылар шығатын сөзсіз ағайын. Ендеше келесі бір әнші шақырайық. Қол соғыңыздар, өзі әнші, өзі сазгер, ән мәтін жазатын бір жақ ақын жанында Ахметжан Рамжанұлдарымыз. Қол соғып қошеметті ортаға шақырайық. Қайырлы кеш ағайындар. Sağlar
Қайырлы кеш ардақты ағайындар, аяулы туыс-туғандар, қадірлі қонақтар, келген адамдарыңызға көбесін айтамыз және бір мәрте көп рахмет. Аман болыңыздар ылғи да, қуанышта, жақсылықта шаршайық бәріміз. Қуанышта өзге сайын көбейеді дейді, көргеніме өте қуаныштамын. Аман болыңыздар, өздеріңіз де білесіздер, қасиетті қазақ даласына менің өзімден бұрын бірнеше әндерім келіп үлгерді десем артық айтпаған болам. Сол әндердің біреуін сіздердің ниеттеріңізге тартып өтейін. Менің алғашқы сахнамнан бастап осы дәл бүгінге дейін, осы күнге дейін мені қолдап қуаттап келгендеріңізге көптен көп рахмет, шексіз алғыс айтамын ағайындар. Аман болыңыздар. Біздің басты мақсатымыз осы жақта, осы жерге орналасқан барша ел жұртты туыстығын көріп қайту, аман сәлем жасасып қайту деп айтамыз қазақша. Аман болыңыздар, көргеніңізге қуаныштамыз. Келесі ән әбден таныс ән сіздерге, бұлбұл құсымды орындайын, қабыл алыңыздар. Сіздер үшін баршамыз білек айтамыз қонақтар. 84-тер бар ма аналарыңызда? Қыздар жігіттер қайырмасында қосыламыз қазір. Саған болып кеттің еркем, сағынумен күн өтті, сарқылғандай